Сәлем достар, сіздермен бірге мен Eldo Channel. Бүгінгі видеода мен сіздерге қалай Block Strike ойынында прицелді ауыстыру керектігін үйрететін боламын. Бірінші біз Play Market'ке Custom IM деп жазамыз. Сосын оны установить етеміз. Так. Где трек? Так, достар. Келесі видеода мен сіздерге Custom IM Pro ойын приложениясын тегін қалай жазып алу керектігін үйрететін боламын. Бұл ақша тұрады, 300 теңгедей тұрады. Бірақ біз оны тегін жазып аламыз. Міне менде бұл Custom IM жазылды. Қалай қолдану керектігін енді үйретемін. Біз мына қосуды басамыз. Қазір кішкене күтеміз. Толып алсын. Міне. Бұл ақша тұратын прицелдер. Мұнау тегін. Біз әрине тегінін қолданатын боламыз. Бірінші біз осы жерден кез келген бір прицел таңдаймыз. Мысалы мұнау. Енді біз оның цветін ауыстырамыз. Мысалы қараға. Міне. Енді бұны үлкейтеміз бе, кішірейтеміз бе, өздеріңіз білесіздер. Сосын мынаны басамыз. Енді біз Block Strike'қа кіреміз. Күтеміз қазір. Так. Ал енді біз любой карта ашамыз. Енді бұл мына қызыл өзі кәдімгі ойына прицелін қалай кетіреді. Ол үшін біз настройкаға кіреміз. Мына цвет прицела дейтінді сұрыға ауыстырамыз. Міне. Бұл кішкене болса да көрінбейді, бірақ біз өз прицелімізбен ойнай аламыз. Бұл әдемі болып көрінеді. Ойнаған кезде. Короче,
Сіздермен бірге болған мен Елдо Channel. Лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Лайк каналға тіркелеміз. Барлықтарыңызға сау болыңдар.